19 ғасырдың басы адамдар жаппай Аляска тауынан алтын іздеуге кірісті. Дәл осы мақсатта Аляска тауларына жету үшін адамдарға төзімді иттер қажет еді. Осындай itтердің бірі Бек. Алайда Бек үй тұрмысына үйреніп қалған өте ауқатты адамның иті еді. Ол бір орында тұрмайтын үшқалақ, жүрген жерінің барлығын қиратып жүреді. Осылайша көшеде жүрген Бек бейтаныс адамның көзіне түсті. Ал бұл адам болса, газет бетінен жақсы итке жақсы ақша төленеді деген хабарламаны оқып тұр. Бір күні иттің иесінің үйіне құрметті қонақтар келетін болды. Ал Бек болса, қонақтарға жайылған дастарханның түгін қалдырмай жайратып салды. Бұл тірлігіне ашуланған иттің иесі кешкісін итті далаға шығарып тастады. Осылайша аулада жатқан итке әлгі бейтаныс адам келіп, қолындағы сүйегімен оны алдап, көлігіне салып алып кетті. Осыдан кейін ұрылар итті темір жолға келіп, оны вагонға тиеп жіберді. Осылайша Бек белгісіз жаққа жол тартты. Жәшік ішінде жатқан ит неше күн бойы тамақ ішпегендіктен өте қалжырақ болған. Жәшікті біреу ашып жатыр, және осы сәтте Бек қашпақшы болды. Алайда бұл адам итті таяқпен ұрып есінен тандырды. Осылайша ит тағы да таяқ жемеу үшін бұл адамдарды тыңдау керектігін түсінді. Алайда бір күні Бек өзіндегі арқанды үзіп, жұлқынып далаға шықты. Өте өкінішті, бірақ та ол армен қарай қаша алмайды. Себебі ол осы уақытқа дейін кеменің ішінде келе жатқан еді. Жағажайға жеткенде оны бір адам арқандап алып бара жатыр. Сонда жан-жағын жатырқаған Бек бұл арқанды үзіп қашып кетті. Осы уақытта кадр бізге Джон Торнтон деген азаматты көрсетеді. Ол өзінің үйі мен басқа да байлықтарын әйелінің атына аударып жатыр екен. Кетіп бара жатқан Джонға Бет соқтығысып қалды. Сол кезде ақсақал итке өз-өзіңе абай бол дейді. Сонда ит бұл адамнан бір жылылық сезінді. Кейін ит Джонның артынан келіп, оның жоғалтып алған сырнайын қайтармақшы болды. Осы кезде Бет тағы да арқанға түсіп қалды. Ендігі сатылымда тұрған Бет хаттасушы жігіт Пероның көзіне түсті. Ал бұл жігіт болса сатып алған итін әріптесі Франсуаға көрсетіп мақтануда. Сонда қыз екі ит қажет екендігін айтты. Ал Перо болса Бектің өте мықты екенін дәлелдегісі келеді. Енді Бекке басқа да иттермен бірге командада жұмыс істеп үйрену керек. Алайда бірінші сапар өте сәтсіз болды. Себебі Бек жолда қоянды көріп соны қуып кетті. Сонда Перо итке келіп, біз бір командамыз және біз бірге жұмыс жасауымыз керек дейді. Осыдан кейін жолда Бекке үлкен қара қасқыр елестеп көріне бастады. Ал иттердің бірі оған қарды қазып ішіне ұйықтау керектігін көрсетті. Бектің иттердің басшысы шприцпен басып іспей жүр. Себебі біздің Бек оның әділетсіздіктерінен басқа иттерді қорғаштап жүр. Осылайша уақыт өте келе Бек өзінің жаңа ортасына үйреністі. Ол өзінің командасымен бірге небір қар көшкінін және түрлі борандарды көріп үлгерді. Бір күні ит мұздың үстінде тұрған Франсуа мен Пероны байқайды. Сонда аяқ астынан мұз үгітіліп, Франсуа сол жерге түсіп кетті. Ал Перо оны құтқарғысы келгенмен үлгере алмады. Осы кезде Бек еш қорықпастан суға сүңгіп кетті. Біздің батыр ит қыздың ізінен жеткенімен судың беті мұз болғандықтан қайта шығар жолда таба алмай әлек. Дәл осы кезде әлгі қара қасқыр тағы да елестейді. Ол біздің Бекке жол көрсетіп тұрғандай. Осылайша Бек мұздың жұқа жерін тауып, оны тесіп шықты. Ит қызды құтқарғанымен өзі қайтып су астына кетіп қалды. Сонда Перо итті құтқару үшін мұзды ойғысы келді, және оған керек ағаш та жанынан табыла кетті. Сөйтсе ағашты ұсынып тұрған Бек екен. Осы жағдайлардан кейін Франсуа Бекке Перо саған сенгендей басқа иттерге сенген емес дейді. Ал олардың сырттарынан Ширц өте қызғанып қарап тұр. Қоянды көріп қалған Бек ізінен жүгіре кетті, және басқа иттер де оның ізінен ілесті. Бек қоянды ұстап алды, ал басқа иттер оны қоршап тұр. Бірақ та көп ұзамай қоянды жібере салды. Себебі ол үшін бұл жай ғана ойын еді. Алайда қоянды Ширц жарты жолда ұстап алып, оны өлтіріп тастады. Осыдан кейін ол Бекке келіп тиісті. Себебі бұл үйірді бір ғана ит басқару керек еді. Енді иттердің арасында төбелес басталды. Бірақ та Бек бұған қатысқысы келмейді. Себебі ол табиғатынан төбелесіп үйренбеген ит. Ал осыны пайдаланып Ширц оны былай да былай жұлқылап қансыратып тастады. Осылайша Бектің мәселесін шешкен Ширц басқа иттерге әлімжеттік жасауда. Осы кезде қансырап жатқан Бектің көзіне әлгі қара қасқыр тағы да көрінді. Сонда Бек өзіне қайтадан күш жинап Ширцпен алыса кетті. Өзіне атылып келе жатқан иттің мойнынан тістеп, оны қарға былғап тастады. Осыдан кейін үйір иттер Бекті жаңа басшы деп мойындағандай болды. Ал жеңіліп қалған Ширц болса қарлы боранның арасымен белгісіз жаққа кете берді.
Келесі күні Перо шертісті айқайлап таба алмады және осы кезде оның орнына Бек келіп тұрып алды. Осылайша Бектің алғашқы рет басшы ретінде сапары басталды. Ол көз ілестірмейтін жылдамдықпен өзінің көшін бастап келе жатыр. Осы кезде Пероның қуаныштан айқайлап жіберген даусынан қар көшкіні басталды. Ал бұны көрген жігіт қатты қорықты. Сонда қара қасқырдың елесі бұл қатерден құтылатын жолды тағы да көрсетті. Көшті бастаған Бек қар көшкіні баспай тұрып үңгірге кіріп үлгерді. Тіпті жолдағы мұздықтарға қарамастан үңгірдің екінші басынан бір-ақ шықты. Осылайша барлығы хаттарды аман-есен қалаға жеткізді. Осы кезде Перо басшыларынан олардың жұмыстары тоқтатылатыны туралы хат алды. Енді жігіт сол үшін де иттерді сатуға қоюға мәжбүр болды. Перо Бектен де басқа иттерден де кешірім сұрап, не үшін бұлай жасағандығын түсіндірді. Бұл қоштасу сәтінде Франсуа да өзінің көз жасына ерік берді. Иттер өздерінің жаңа иелерін көп күтпеді. Дереу Хил есімді азамат келіп, Бекке қарап қатты қызығып, үйірмен бірге оны сатып алды. Ал Бек оның қолындағы таяқты көріп, бір жамандықтың болатынын іштей сезгендей болды. Осылайша олар иттерді жегіп жолға шықпақшы болады. Алайда шанадағы заттар көп болғандықтан иттер оны орнынан қозғалта алмады. Осы кезде бұл жағдайды Джон сыртынан қарап тұрған еді және ол Хилге дәл қазір жолға шығатындай ауа райы емес екендігін ескертті. Алайда иттердің иесі бұл сөзге құлақ аспастан жолға шығып кетті. Иттер еріген қардың үстімен жүріп, жолда әбден қашыды және де мұздығы еріп кетейін деп тұрған өзеннің жанына келіп тоқтады. Енді иттердің ары қарай жүретін күштері жоқ. Осы кезде Хил Бекті атпақшы болды. Бақытына орай аяқ астынан Джон келіп бұл нәрсеге араша болды және де Хилге иттермен бірге өзеннің бетімен жүретін болса, мұздың жарылатынын ескертті. Бірақ та Хил оны тыңдамастан Бектен басқа иттерді алып, жолын жалғастыра берді. Ал біздің батыр итті Джон араша түсіп алып қалды. Әлсіреп есінен танып жатқан итті Джон үйіне алып барып емдеді. Бірнеше күннен кейін Бек есін жиып, есіктің алдына шыққанда еріп жатқан өзенді көріп, өзінің үйірін іздеп ұлиды. Сол кезде Джон оның үйірі де, иесі де қайтыс болған болар деп топшалайды. Бек өзінің жолдастарын іздеп, көңілі құлазып тұр. Ал Джон болса қалаға қарай аттанды. Ал бірнеше уақыттан соң оны іздеп, Бек та қалаға келді. Осы кезде бардың ішіне Хил кіріп келіп, Джонның жағасынан алды. Ал бұны көрген Бек өзінің жаңа иесіне келіп араша түсті. Осы кезде Хил басқа адамдарға, бұл иттің адамдарға шабуыл жасағандарын көрдіңдер. Енді бұл итті атып тастау керек дейді. Осы кезде бұл жағдайды көріп тұрған жергілікті төреші Хилға жала жаптың деп оны бардан қуып жібереді. Осыдан кейін үйге келген Джон Бекке жаңа саяхат жасауға қалай қарайсың деп өзінің баласының барғысы келетін жерлерді көрсетеді. Сөйтсе, Джонның баласының арманы картаға түспеген жерлерді аралап, сол жерлердің сырын ашу екен. Разведаем, что там. Рискнем. Осылайша Джон мен Бек ұзақ сапарға шықты. Олар орманның ішіне түнейді. Тіпті Джон итке өзінің жанына жатуға рұқсат берді. Бекке өзенмен саяхат жасаған өте ұнап жатыр. Әсіресе кішігірім сарқырамалардан өткенде керемет адреналин алады. Осы уақытта Хил Джонның үйіне мылтықпен кіріп келді. Хил картаны көріп, олардың қайда бет алғанын түсінді. Ал ақсақал мен ит табиғаттың түрлі кереметтеріне куә болып саяхаттарын жалғастыруда. Олар өзен бойымен келе жатқанда жағадан ескі үйшікті кезіктіреді. Сонда Джон шаң басқан заттарды тазалап, итімен бірге осы жерге орналасты. Олардың кешкі тыныштықтарын қасқырлардың ұлыған дауыстары бұзды. Бек болса бұл дауыстардан қорқып, Джонның қасына жақындап жатып алды. Сонда ақсақал, бұл дауыстар сенің бабаларыңның дауысы дейді. Ал келесі күні Джон үйшіктің жанындағы өзеннен алтын тауып алады. Оған Бек басқа алтындарды табуға көмектесіп жатыр. Осы кезде белгісіз жануардың жүгіріп бара жатқанын көріп, Бек оның ізінен жүгіреді. Осы кезде орман алдынан оған үлкен аю жолықты. Иттің бұл аюмен алысуға құлқы жоқ. Сол үшін де оны айналып қашып кетеді. Және ары қарай орманға жүре бергенде алдынан ақ қасқыр шықты. Сонда ақ қасқыр Бекті айнала иіскеп, оның қол беріп амандасқанынан үркіп қашып кетті. Осыдан кейін ит ақ қасқырдан қалған із өзінікімен бірдей екенін білді. Осы жағдайдан кейін Бектің көңілі орманға қарай ауып тұратын болды. Енді ол үйден ерте шығып, орманға барып, қасқырлардың қалай аң аулайтынын бақылайтын болды. Осындай күндердің бірінде қасқырлардың біреуінің суға батып бара жатқан жерінен құтқарып алды. Осыдан кейін Бекке қасқырлардың үйірі алғысын айтты. Осылайша ендігі Бек қасқырлармен бірге ойнап, олармен бірге аң аулайтын болды. Бірте-бірте орман оның үйіне айнала бастады.
Ал бұл жағдайды байқаған Джон иттің тағдырын солаймен қабылдады. Ал қасқырлар болса итті өздерінің үйірінің бір мүшесі етіп қабылдады. Енді ақсақал итті қанша қимағанымен оны жіберуге тиісті екенін түсінді. Олар өзеннің жағасында соңғы рет жолығып, мәңгілікке қоштасты. Ты хороший пес, Бэк. Біздің Бэк ақ қасқырға келді, ал ақсақал болса үйін жинастыруда. Осы кезде мылтық атылды. Джонның қолындағы шам жерге түсіп, үйдің іші өртке оранды. Сөйтсе бұл шақырылмаған қонақ Хилл екен. Ол ақсақалды өлтіруге шақ қалды. Дәл осы уақытта оқтың даусын естіген Бэк көмекке асықты. Ол жанып жатқан үйшіктің үстінен секіріп түсіп, Хиллге қарай атылды. Және де жігітті арқасына салып алып, жанып жатқан үйшіктің ішіне лақтырып тастады. Осыдан кейін ол дереу өлім алдында жатқан Джонның жанына келді. Ал Джон итті құшақтаған күйі көз жұмды. Осыдан кейін Бэк пен ақ қасқырдың арасынан қасқырдың жаңа бір тұқымы пайда болды. Осылайша ендігі бұл орманның иесі Бэк енді тіпті одан аюда қорқатын болды. Достар, дәл осы жанрдағы Антарктидада жарты жыл бойы қалып қойған иттердің оқиғасын ұсынамын. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Көру үшін экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Келесі көріскенше аман сау болыңдар, достар.